Соны мен айтайын деп едім да, прическадан. Прическа. Жоқ, бұл Гүлбан екеуінің шашы ерекше болатын. Екеуі ерінбей өретін оны майдалап тұрып. Айва, келуші. Адам көп қой. Шашым бәрі ердің қолында кетеді ғой былай ұстап. Достардың айтқан естісін, саят деп айтқан саяттан өзім бірге болмаппын, бір отырыста отырмаппын, көрмеппін, бірақ та сөздеріне қарағанда осы саят осы ой осы далаққанда салып жүргенде сол саяттың көрген балалары аман болсын, солардың қызығын көре ғой. Енді міне немерем үйленетін жағдайға жетіп қалды. Тойында осы өлеңіңді айтып, 100 граммыңды ішіп, бәріне кетсем, олардың бәріне керексің әлі, ешқандай қартайып тұрған жоқпыз ешқайсымызда. Сол балаларының қызығын көріп отырған. Әрқашанда біз дастархандас болып жүргенімізге қуаныштымыз, бірге болайық, қатарымыз азаймасын. Мынандай алыс жақын демеймін, қыздарымыз соны айтсын. Алматы емес, бізден бұрын шақырмай қоясыңдар, әйтсем келе беремін.